Қайырлы күн достар, бүгін present perfect'ке мысалдар келтіреміз. Осы present perfect көбінесе қандай сөздермен қолданылады, қандай сөздермен кездеседі? Ол бірінші already, yet, never, ever, today, this week, this month, year деп кете береді. Recently, just, so far, up to now, since, for. Бір жағдай, бір нәрсе өткен уақытта басталып, осы уақытқа дейін әлі жалғасып жатса. Мысалы, олар мұнда жылдар бойы тұрған жоқ, яғни әлі тұрмауда деген мағынада. They haven't lived here for years. Келесі. Ол банкте 5 жыл бойы жұмыс істеген. Уже 5 жыл бойы жұмыс істеген. She has worked in the bank for 5 years. Бізде бір машина 10 жыл бойына болды. Уже 10 жыл бойына бір машинамен деген мағынада. We have had the same car for 10 years. Сен пианинода бала кезіңнен бері ойнадың ба? Have you played the piano since you were a child? Бір уақыт аралығы әлі бітпеген, аяқталмаған кезде. Мен осы аптада қатты жұмыс жасадым. I have worked hard this week. Осы жылы көп жаңбыр жауды. Яғни әлі жауда деген мағынада. It has rained a lot this year. Біз оны бүгін көрмедік, яғни әлі көрмеудеміз. We haven't seen her today. Келесі мысал. Өткен және осы уақыт аралығындағы бір кезде қайталанған нәрсе, бір іс-әрекет. Мысалы, бұл фильмді олар 6 рет көрді. They have seen that film 6 times. Бұл уже бірнеше рет болды. It has happened several times already. Ол дәрігеріне жиі барып тұрды. He has visited his doctor frequently. Біз ол асханада бірнеше рет тамақ іштік. We have eaten at that canteen many times. Келесі мысал, present perfect іс-әрекеттің уақыты маңызды емес немесе белгісіз болғанда қолданылады. Біреу менің шоколадымды жеп қойды. Someone has eaten my chocolate. Айды көрдің ба? Have you seen the moon? Ол жапон және ағылшын тілін оқыды. She has studied Japanese and English. Келесі мысал. Бір нәрсенің болған уақыты жоқ белгісіз кезде қолданылады. Мысалы, мен әмиянымды жоғалтып алдым. I have lost my purse. Біз бұл киноны уже көрдік. We have seen this movie already. Ол аяғын сындырып алды. He has broken his leg. Онда бір жағдай болды. There has been an accident. Келесі мысал, present perfect'тің кейбір мысалдары аяқталмаған уақыт арасын көрсетеді. Біз оны бүгін көрмедік. We haven't seen her today. Олар осы аптада паркке 2 рет барды. They have gone to the park twice this week. Ол осы жылы Турцияда 1 рет болды. He has been in Turkey 1 time this year. Келесі мысал. Жақын уақытта болған, бірақ сол болған нәрсе нәтижесі осы уақытта сезілуде. Балалар асхананы шашып тастады. The children have made a mess in the kitchen. Ол жаңа жұмыс бастады. He has started a new job. Ол үй шаруасын аяқтады. She has finished her chores. Келесі мысал. Present perfect сұрақ күйінде де кездесуі мүмкін. Мысалы, мен кілтті қайда қойып кеттім? Where have I left my key? Сен Канадада болдың ба? Have you visited Canada? Ол заңгермен кездесті ме? Has she met a lawyer? Енді соңғы мысал.
осы жаңа аяқталған іс-қимыл. Сен осы жаңа жұмыс істеп болдың ба? Have you just finished work? Мен жаңа ғана тамақ іштім. I have just eaten. Біз оны жаңа ғана көрдік. We have just seen her. Ол жаңа ғана шығып кетті ма? Has he just left? Тіркеліп комментарий жазамыз достар, және ағылшын тілін үйренуге не кедергі, қандай проблема бар, сол туралы жазып кетсеңіздер.